Сіздер жаңа Қазақстан құрамыз дейсіздер. Қалай құрасыздар мына түрлеріңізбен? Айтыңыздаршы. Стольких нас дает возможность, стольких шансов решили. Благодаря вам. Сол жерге кіріп өртелем көресіздер. Міне камера тұр. Мен уже азаматтың осындайға дейін сіздердің кесірлеріңіз. уже шаршадым уже, былай уже. 13 күні біз өзіміз үйге басып кіреміз. Басқа жауап бізде басқа жоқ. Сіздер бүгін 2022 жылдың 12 мамыры жаңа ғана біз Нұр-Сұлтан қаласының мәдениет қызметкерлері ұйымдастырған акциядан келе жатырмыз. Нақтырақ айтқанда 2021 жылы оларға үйдің берілетін туралы әкімдіктен уәде беріліп, тіпті тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай кілт табысталған. Ең қызығы кілт берілгенмен пәтердің өзі берілмеген. Ол кісілер әбден сабыры таусылып бүгін Астанада акция ұйымдастырды. Әкімдіктің өкілдерін, үйді салған компаниялардың өкілдерін шақырды. Біз сол жерге барып, мәселені өз көзімізбен көріп түсіріп қайттық. Bir жылға жоқ біз баспана мәселесін шеше алмай келе жатырмыз. Себебі неге? Біз барлық құжаттарымызды тапсырдық, бағдарламадан өттік деген хабарлама алдық, және де қандай тұрғын үй алатынымызды ақпарат алдық. Ол тұрғын үйге бардық, біз көрдік, құрылыс жүріп жатқан сәтінен бастап бәрінен хабардармын. Әкімдік кәдімгідей үлкен іс-шара жасап бізге салтанатты түрде кілтті табыстады. Одан кейін бізге айтты, қазіргі қаңтар оқиғасына байланысты сіздер 2 аптадан кейін құжаттарыңызды алып үйге кіру рәсімі болады. Сіздерге арнайы чат ашамыз, конкурс болады, бөлме таңдайсыздар, этаж таңдайсыздар, сөйтесіздер де сіздер пәтерлеріңізге кіресіздер деді. Ол қаңтар айында айтылды. Бірақ өкінішке орай қаңтар айында пәтерімізді алмадық. Одан кейін бұл оқиға қайтадан ақпан айында тағы да солай айтты. Наурыз айында аласыздар деді. Наурыз айында келдік, сәуір айында деді. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай бүгін мамыр айы. Ол үйдің қай подъезі және де қай этажында тұратынымызды білмейміз. Себебі біз құжат тапсырдық. Тұрғын үй компаниясы бізге толық ақпарат бермейді. Апта сайын, ай сайын барған сайын ол кісілер бізді келесі апта, келесі ай деген сияқты соза береді. Әр барған сайын әртүрлі жаңа ақпараттар айтады. Құжаттарға байланысты, болмаса елде болып жатқан жағдайларға байланысты, бірақ нақты ештеңе жоқ. То есть по ЖК Клиндеева вопрос времени. Немного потерпите, там нет никаких проблем. Единственное оформление документации, и после того, как ЖК примет объект на баланс, будет распределение, так? Вот эта неизвестность нас замучила. Нам обещают каждый месяц, в конце следующего. Вы нам скажите конкретно, когда это? Через 2 недели, через месяц, через полгода? Согласен. Или через 5 лет? Вы нам дайте ясность, пожалуйста. Давайте возьмем время в течение месяца. Месяц. Скажите, пожалуйста, кто вообще автор всей этой программы вручения ключей? В смысле, как? Ну, вы нам вручали ключи. Смотрите. Вот мы кого не спросим, да никто за это не отвечает. Кто вообще организатор всей этой бодяги? Извините за выражение, просто уже перепирает. Понимаете? Вручают ключи. Вот как маленьким детям дали конфетку, сказали, иди поиграйся. Понимаете? Вот объясните, кто за вот эту Вы все заедете в свои квартиры. Нет, вопрос. Потерпите немного. Кто организатор вот этой всей шоу-программы? Вручение ключей. Почему шоу-программа? А что Я это еще раз говорю. Это шоу-программа. Вы вручили ключи, отчитались в соцсетях, вручили. Еще самое смешное. Самое смешное, вы отключили комментарии. Вы вручаете ключи, бутафорные, потом пишите в соцсетях, мы обеспечили работников культуры 49 квартир, мы вручили. И самое прикольное, вы отключаете комментарии. Теперь, кого не спросим, я за это не отвечаю. А кто за это вообще отвечает? Вот за вот это мероприятие, которое было. И это все на Вот фоне теперь ваших событий, которые произошли в городе Алмата. Но это же как? Серьезно же? Все. Нет, ну смотрите. Потом, извините, я И никто об этом ничего не знает. Я не отвечаю, вы не отвечаете, Акимат не отвечает, КИК не отвечает, департамент жилья не отвечает. Никто за это не отвечает. Мы сами пошли организовались. Да? Мы уже год скитаемся, вы поймите. Вы же тоже отец, у вас тоже есть дети, правильно? Вы нас просите еще подождать. Вы говорите нам еще подождать месяц, да? Но мы же видим, мы же все, у всех у людей глаза есть. Там за месяц работа не закончится. Там стоят краны. При кранах никогда никто не может жить. Это же по технике безопасности неправильно же. Это угроза жизни. Согласитесь? Но я официальный представитель застройщика могу вам сказать, что такой информации, что вам ключей никто не даст, пока не достроится вторая очередь, не было.
И сейчас я это говорю официально. Жилой комплекс действительно разделен на две очереди. Первая очередь, та, которая в настоящее время вводится в эксплуатацию, там осталось буквально несколько моментов, чтобы мы передали квартиры в КЖК. И после этого вы получаете официальные ключи и можете заселяться. Өтірік информация жасап, бүкіл халыққа, бүкіл әлемге, былайша айтқанда, әлеуметтік желі арқылы үйімізді бердік, міне кілтті тапсырдық деп өтірік информация беріп, 5 қаңтар, 6 қаңтар күні сөйтіп істегендеріңіздің арқасында қаншама адамдар балаларын 3-90-ға балаларын ауыстырып қойды, мектептен шығарып қойды, квартираларын сдавать етіп қойды, қанша страдать етті. Одан кейін енді қашан беріледі? 15 күннен кейін аласыздар. Екінші өтіріп кетті ме? Тағы 15 күннен кейін шақырдыңыздар. Анда бардық, тағы да екінші рет жиналдық. Енді неге шақырдыңыздар? Үйдің кемшіліктерін көріңіздер. Үйдің кемшілігі керек жоқ бізге. Пәтер берілмесе біз үйдің кемшілігін қалай айтамыз? Біреудің үйінің кемшілігін айтамыз ба? Сіздердікі вообще логикаға келмейді да. 297 отбасының әрқайсында кемінде 5 адамнан есептесеңіз, жарайды 4 адамнан есептегенде 1000-нан астам адам сандалтып қойдыңыздар. Түсінесіздер ме? Еще бір емес, бірнеше рет. Акимат бізге жауап береді, кик міне дейді. Кик бізге жауап береді. Жоқ, Акимат, давайте жиналыс болатын кезде айтыңыздар. Застройщикке барамыз, застройщик айтады, вообще, декабрьде кіресіңдер, какой мына жерде? Асқарға дейді, Асқарға звондаймыз, кран тұр, қалай беріледі? И бір кезде қайтадан звондасақ бізге, болды, біз Расторгай кетіп жатырмыз оларменен дейді. Вы бізді тентек қылып жатқандарыңызды түсінесіздер ме? Не отношение мынау? Ал енді келіп Сіздер жаңа Қазақстан құрамыз дейсіздер. Қалай құрасыздар мына түрлеріңізбен? Айтыңыздаршы. Сіздер ұмытпаңыздар. Қаңтар оқиғасы осындай адамдарды тентіреп қоюдың нәтижесінде какой-то степени әсер етті. Соның әсерінен болды. Сіздер және қаңтар оқиғасы болып жатқанда алдап тұрып өтірік кілт берумен айналысу. Бұл кәдімгі таза мазақ. Кіреміз болды. Сол жерге кіріп өртелем көресіздер. Міне камера тұр. Мен уже азаматтың осындайға дейін алып келу деген сіздердің кесірлеріңіз. Уже шаршадым уже. Былай уже. Ертең келесіздер, сіздің доходы жетпейді, отказ береді. Міне жаңа ана кісі айтқан дұрыс айтады. Қай уақытқа дейін күтеміз? Отказ бересіздер. Тағы үйсіз қаламыз. Июньнің басы деп айттыңыз, иә, Алла қаласа. Біз бір ай точно күтеміз. Бүгін нешесі? Бүгін 12-сі. 12-ші июльге дейін күтеміз. 12-ші июльге дейін. 10-шы күні біз өзіміз үйге басып кіреміз. Басқа жауап бізде басқа жоқ уже. Басқа шансымыз жоқ. Басқа барар жеріміз, басар тауымыз жоқ. Мен міне қазір міне 4-ке толатын 3,5 жасар баламды театрға жұмысқа тасып жүрмін. Міне куәгерлер отыр. Таңның атысы күннің батысы мысалға жұмысқа тасып, ол обал емес па? Таңертең мен Герценадан театрға барам дегенше 2 сағаттық жол. 2,5 сағат ана жаққа барам, 2,5 сағат қайтам, 5 сағаттық жол только үшін. Бір ауылға, бір қалаға барып келгеннің есебімен жүремін. Күнде сол. Баламен обал сынбайсыздар ма? Сіздерде балдарыңыз жоқ па әлде? Сосын есептеңіздер. Қазір жармек білмейді. Тот раз нетіп, мысалы, біздің басшыларға да айтады да, мысалға, қарамағында кісілер ешерге неге шуармасын етеді. На каком основе, какой имеет право біздің басшыларға ауыздарына сөз салып береді. Онда ешкімнің құқығы жоқ. Маған директорды алып беріп жатқан жоқ, көркемде жетекші алып жатқан жоқ, маған театрдың қызметкерді алып жатқан жоқ. Әркім өзінің істеген еңбегімен бір салада жұмыс істеу 15 жыл мысалы әр адамның қолынан келе бермейтін нәрсе. Осы жердегі кісілердің барлығы да достойны осы квартираны алуға міндетті. Не үшін сіздер мысалы соцсетке мен мазақ қылғанда міне Инстаграм арқылы қанша не қылды, статусқа мысалы неге шығарды, историяға қанша елім мысалы біз емеспіз ғой, ағайын туысқанымыз ба, бауырлар, бәрі құттықтап жатыр. Балаларымның өзі сұрайды, мысалы, мама қашан жаңа үйге көшеміз, құтты болсын. 3,5 жасар балам айтады, міне театрға кеше мен басшыларға айтты, мысалы 3,5 жасар бала бәрі кірген кезде құтты болсын, құтты болсынға қашан барамыз дейді. Я вот еще раз повторюсь, да, вот он этот подписанный протокол. Я это видел, да, мы его сняли. То есть протокол есть подписанный всеми сторонами. Соответствующее сопроводительное письмо было направлено и в КИК, и в Байтерек,